Сәлем достар, менің есімім Ғасыр Құралбайұлы. Бүгінгі сабақта, яғни кез келген объектіні, кез келген затты фото студиясыз, яғни профессионалды фотоаппаратсыз түсіруді, оны көркемдеуді үйретемін. Ол үшін ең алдымен не қажет? Әрине, кез келген жасанды интеллект құралы ChatGPT-ді алсақ болады. Мен осы жерге қалай промпт жазуды көрсетемін. Ең алдымен біз кез келген заттың суретін мен қазір түсіріп алайын. Өзімен бірге қараңыздар. Яғни 3 объектіні аламын. 3 объектіні қазір мен фотоға түсіріп жатырмын. Екінші, үшінші міне Түркістан бейнеленген кружканы түсірдім. Енді осы 3 объектіні өзімнің компьютеріме жүктеп аламын. Енді осы объектілерді сапалы фотостудия түсіргенде істеу үшін алдымен промпт қажет. Мен дайындалған промптым бар. Мына көрсетілген промптты пайдалансақ болады. Яғни мен осыны өзімен жүктеп аламын. Осы жерге мен қазір өз суретімді қоятын боламын. Загрузка бөлімінде өзім суреттерім дайын. Мінекей суретіміз жүктелді. Промптымыз қойылды. Сәл уақыттан кейін біздің объектілерге арналған фотостудиялық суретіміз дайын болады. Промптты бір тексеріп өтейік, қандай промпт жазылды. Яғни бұнда ағылшынша жазылған, яғни қазақшаласақ, яғни кез келген сурет жүктеуге болады. Референсті сақтай отырып, мына объектілерді премиум профессиональный студияда түсіргендей фото жаса, артық объектілерді алып таста, одан бөлек gentle rim light деді, яғни жарық жылы түстерді көбірек орналастыр деген секілді промпттар қойылған. Мұны жерде камера деген, яғни камераның әртүрлі ракурстан алуға болады, яғни 85 мм ленспен болсын, болмаса одан бөлек 105 пен түсіресіз ба, яғни фотоаппараттың объектілерінде ауыстыруға болады. Мінекей біздің суретіміз дайын. Қараңыздар, мына суретіміз кәдімгі фотостудияда түсіргендей бұл көрсетілген. Мен тағы да промптты өзгертіп, оның жоғары жағынан, болмаса 3D жағынан да істесем болады. Мен дәл қазір қазақша жазсам болады. Яғни осы суретті жоғары жағынан ал. Яғни енді мен ракурсын өзгертіп жатырмын. Енді фотоаппарат жоғары жағынан бізге түсіріп береді. Мінекей біздің суретіміз дайын болды. Яғни құмыраның жоғары жағынан фотоны көрсетіп берді. Дәл осылай біз кез келген объектіні жасай аламыз. Енді дәл келесі объектіні жасайын. Келесі объектімен тек қана жүктей саламын. Яғни бұл жерге промпттың жазудың қажеті жоқ. Себебі жасанды интеллект біздің не қалайтынымызды біледі. Яғни біз фотосуреттермен жұмыс істеп жатырмыз. Яғни ол фотосуретті фотостудияда шығаратын қылып жасауымыз керек. Мен тағы да суретті жай ғана жүктей салдым, ешқандай промптсыз. Күтейік. Біздегі промпт артық элементтердің бәрін алып тастайды. Мына жазуды үлкейтіп, бізге осы кружканың жоғары сапада фотостудияда жасағандай қылып шығарып береді. Мінекей тамаша. Дәл фотостудияда түсіргендей жылы түспен Түркістан жазуы бар, яғни тамаша қылып шығарды. Біз осылай кез келген объектінің, кез келген затты осындай фотостудиясыз жасасақ болады. Мен қазір тағы бір эксперимент жасағым келеді. Яғни дүние жүзіндегі ең қымбат фотоаппараттың объективісін фотоаппаратты осы жерге пайдаланып көргім келеді. Мен Google-ға жазайын. Бірге жазайық. Дүние жүзіндегі ең қымбат фотоаппарат дейін, модель. Мінекей мен жаздым. Дүние жүзіндегі ең қымбат фотоаппарат Leica 0 сериясы 105 деген аукционда құны 14,14 миллион евроға бағаланыпты. Осы қымбат фотоаппаратты өзіміздің жасанды интеллектке пайдаланып көреге. Яғни мен мына фотоаппарат моделін аламын.
фотоаппарат моделін алдым. Енді қараңыздар, мен промпт деген бөлімге камераны өзгертемін. Камера деген бөлімді аламын да. Тек камера деген жерді ғана өзгертемін. Камера бізде Leica 0 сериясы 0.105 болды. Қалған промптты қоя саламын. Мінекей. Бізде тек қана камераның стилі өзгерді, ал қалған промптың бәрі қалды. Енді қазір айырмашылығын бірге қарап көрейік, қалай өзгерді. Бірақ бұл енді кейбір детальдар болуы мүмкін. Фотостудияда басқаша түсіруі мүмкін, яғни жазық далада объективке байланысты басқаша түсуі мүмкін. Бірақ сонда да біз осы жасанды интеллекттің көмегімен әртүрлі фотоаппаратты өзіміздің еңбегімізге пайдалануымызға болатынын көрсеткім келеді. Мінекей керемет, бізге продуктыны жаңартып берді, өнімімізді. Енді қарайық. Яғни модель өзгерді камераның, яғни дүние жүзіндегі ең қымбат фотоаппараттың көмегімен объективмен түсірілген фотосурет болды. Яғни бұл жерде сәл айырмашылық көп болмауы мүмкін, себебі бұл фотостудияда жарық бөлек, яғни жақындатылған объект бөлек деген секілде. Бірақ біз бір білетініміз, яғни кез келген промптпен сіз кез келген объектіні кез келген фотоаппаратпен түсіруіңізге болады. Яғни жазық далада алыста объект болса, сіз жазуыңыз мүмкін Canon, Mark, 1D Markпен түсір, 3D Markпен түсір деген секілді. Яғни жасанды интеллекттің мүмкіншілігі өте жоғары. Дәл осылай сіз өз өніміңізді жай ғана промпт жазып пайдалансаңыз болады. Сіздермен бірге болған мен Ғасыр Құралбайұлы, келесі кездескенше.